Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай жұмсақ кекстер пісіретін боламыз. Менімен жасау көруге кеңес беремін. Ол үшін бізге керекті заттары жұмыртқа, қант, ерітілген сары май, сүт және ұн, ас содасы керек болады. Бірінші жұмыртқамызға қантымызды салып, миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап жақсылап аппақ болып көпіргенше миксерлейміз. Енді сары майымызды, ерітілген және сүтімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Енді ас содасынан бір қасықтай салып, ұнымызды жартылай саламыз. Бәрін бірге салып жіберуге болмайды. Миксердің ең төмен жылдамдығынан бастап біздің қамырымыз дайын болды. Міне қатты сұйық емес, қатты қою емес, қамыр шығу керек. Енді осыған әдемілік үшін мен мейіз қосамын. Бұл маңызды емес, әдемілік үшін, дәм беру үшін қоссаңыздар болады. Ыдыстарымызды осылай дайындап аламыз. Менде осындай силиконды ыдыстар. Енді соған шамалап бір ыдысқа 2-2 қасықтан құйып шығамын. Енді құйып болдым. Енді ортасына салмасын саламыз. Яғни вареный сгущенканы осылай қасықпен алып, бір қасыққа толтырмай, барлығын салмасын арасына осылай салып шығамын. Салып болдым. Енді соның бетін жабу үшін 1-1,5 қасықтан осылай үстіне құйып шығамыз. Ортасындағы салмасы маңызды емес, тек өзін жасасаңыздар да болады, өте дәмді болып шығады. Енді 180 градуста қызып тұрған пешке 25-30 минуттай пісіреміз. Міне біздің кекстеріміз дайын. Жасап көруге кеңес беремін. Өкінбейсіздер.